Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда әр дастарханның сәні әдемі, тәбетті тартатын, хит болатын нан, сәукеле нан, немесе орысша рок изобилие деп аталатын нанның рецептін саламын. Сәукеле нанның құрамын барлығын описание бөлімінде жазып кетемін. Ең бірінші біздер осындай конус қағаздан жасап алу керекпіз. Оны sonra қалай жасау керек екенін айтып өтем. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жылы суды құйып ыдысымызға, оған ашытқымызды саламыз, дрожжымызды яғни. Одан кейін бір қасық, шай қасық қантымызды салып, осылай қойып қоямыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өткен соң келесі процеске көшеміз. Ол үшін ыдысымызға, яғни суымызбен ашытқымыз салынған ыдысымыздың үстіне сүтімізді құямыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып тағы да араластырып аламыз. Содан кейінгі процесіміз ол жұмыртқа, яғни бір жұмыртқаны саламыз. Және де тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ең соңында біздер ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Достар, мына жерде мен ұн мен тұзды алдын ала араластырып дайындап қойған болатынмын. Міне менде осындай кішкене қолға жабысатын қамыр пайда болды. Егер де сіздер тестіңіз, қамырыңыз яғни қатты болсын десеңіз, тағы үстіне 50-100 граммдай ұн қосуға болады. Ал енді осы қамырымызды 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің 20 минутымыз өтті. Енді осы қамырды алып 4 бөлікке бөлеміз. Менде айта кетейін 4 сәукеле нан шықты осы тестідан. Достар, енді конусты қалай жасағаныма келетін болсақ, кардонды алып, орап, оны конус тәріздес пішінге келтіріп, сыртын фольгамен орап алдым. Өте оңай. Кардонды тігіп тастауға болады конус қылып, немесе скотчтап қоюға болады. Ал енді бірінші сәукеле нанымызды бастауға кірістік. Ол үшін 4-ке бөлінген қамырдың бір бөлшегін алып, жақсылап илейміз жұқа қылып. Достар, менде мынандай қамыр кесетін ролик бар. Егер де сізде ондай жоқ болса, жай ғана пышақтың көмегімен тоже жасай беруге болады. Оның мысал ретінде мен қазір алдағы видеода көресіздер, пышақпен де жасап көрдім бір сәукеле нанымды. Міне осылай кесіп алдым. Егер де аралары ашылмай қалған жағдайда пышақтың көмегімен жайлап осылай араларын кесіп ашып алдым. Достар, тағы да конус формамызға келетін болсақ, қазір мына қамырды ол конус көтермей қалуы мүмкін, өйткені ол кардонда, яғни қамыр ауыр болып қалуы мүмкін. Сол себепті конустың ортасына темір қалайы банк салуға болады. Мысалға, болады оған энергетикті немесе коланың қалайы банкылары. Мен өз басым сондай банк салдым ішіне. Сол уақытта менің конусым мына қамырды өте жақсы көтеріп тұрды. Жақсы, яғни объем беріп тұрды. Егер де ортасы конустың қуыс болып қалса, ол пісер уақытта басылып қалады конус. Соған орай сіздің мына сәукеле наныңыз да басылып, объемын жоғалтып алуы мүмкін. Міне мен артық қамырларды кесіп тастаймын осылай. Бұл қамырларды қазір әсемдеуге қолданып жіберемін.
Достар, міне қараңыздар, осылай жақсылап жабыстырып аламыз конусқа. Кішкене жабыспауы мүмкін, бірақ егер де жақсылап бір-бірлеріне біріктіріп тырыссақ, міндетті түрде конус жабысып әдемі болып тұрады осылай. Енді әсемдеуге кірісеміз. Жаңағы қалып қойған қамырды мен артық кесіп алған. Осыны мына басына күшті қылып жіп ұқсатып жабыстырып қоям. Оны ең бірінші жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, мына сәукеленің үстінің барлығын жақсылап жағып шығам. Ол біріншіден бізге әдемі сары түсіп береді. Екіншіден мына жаңағы жібімізді ұстап тұруға пайдасы бар. Міне жақсылап жағып жатырмын. Жұмыртқа мен сүтті араласқан массаны. Қазір енді жақсылап мына жібімді де жабыстырып қоямын. Ал енді сәукеле нанымызды одан сайын әдемілететін болсақ, үстіне кунжут немесе мак дәндер болса, сізге соны сеуіп қоюға кеңес беремін. Өте әдемі көрінеді. Ал енді қызып тұрған пешке 180 градустағы 10-15 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Ал енді достар, екінші варианты мана мен сіздерге айтқан пышақпен кесіп жасаған сәукеле нанымды жасаймын. Ол да тап осылай, процесс тап осындай бірінші нан сияқты болады, бірақ қазір мен кескен кезде роликпен емес пышақпен кесіп шығам. Соны мұқият қарап алыңыздар. Қараңыздар, достар, мына жерде мына пышақпен жасаған сәукеле наным біртүрлі бұрынғы замандағы, ежелгі замандағы бір ыдыстарға ма, бірдемеге ұқсасты. Өте әдемі. Маған осы екінші осы варианттағы сәукеле нан негізі өте ұнады өзіме. Біртүрлі ерекше, бір этнографиялық бір несі бар, түрі бар ма, содай өзіме өте қатты ұнады осы варианты. Осылай қамырымызды жайып, жетпеген жерлерінің барлығына осылай жабыстырып шығамыз. Бұны да жұмыртқаның сарысымен бетінің барлығын жағып шығамыз. Мен бұл жерде кунжут себуге ұмытып кеткен екенмін, бірақ ол кунжутсыз да әдемі болды. Ары қарай тамашалаңыздар.
Міне достар, біздің сәукеле нанымыз дайын болып қалды. Айтып кететін болсақ, менде төрт сәукеле нан шықты. Екеуін мен балаларым шыдамай жеп қойды. Екеуін міне сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте әдемі, сондай дастарханның сәнін келтіреді, дастарханыңызды бай қылып көрсететін өте әдемі сәукеле нандар. Егер де видеом ұнаса, маған подписка жасап, мені қолдап, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерден осындай реакциялар күтемін. Рахмет.